Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы. Мен Есет Төлеш. Жаңа студия, жаңа жыл. Жаңа, енді бұрын мен бес жаңалықтарды бөлек өзім отырып айтатынмын. Қазір енді бір өзімнің айтқаным ешкімге қызық емес. Негізі сондай. Достарды шақырып, талқылап, өсектеп, жамандайтындарды жамандап. Жалпы тамаша формат. Екі адамды осы жаңалықтар талқылаушы. Бұрын кадрда бір ғана адам болып талқылайды. Қазір ол тренд өтті деп ойлаймын. Қызық емес болып кетті. Бір адамды көріп отырған қызық емес. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Алғашқы видео. Бексұлтан, келгеніңе рахмет. Жаңа жыл демалысыңды қиып шамалы жұмыс істейін деп. Бұл жаңа формат. Менің енді бұрынғы форматым, яғни жаңалықтарды талқылаймыз. Соңғы күндері футболда жалпы не болып жатыр? Футболдың өзі емес, футболдың айналасы ғой, былайша айтқанда. Менің арнамда футболдың айналасы, жаңағы FIFA деген сияқты. Болашақта FIFA ойнауға болады, сен шақырып алып. Сен Тарас FIFA деген атақты блогер болып бастаған жоқсың ба негізі? Почему бы нет? Әдемі. Бүгін бес жаңалық. Сен енді шақырғанның басты себебі Барселонада жаңалық көп. Содан бастаймыз деп отырмын. Сондықтан қазір шай қойып алыңыздар. Шай ішіп отырсаңыздар, ас болсын, бастайық. Жігіттер, шығарылым демеушісі Brix компаниясы біздің арнамызға арнайы дайындалған олардың промокоды бар. 2 тайм деген жазу. Астыда сілтемесі болады. 2 тайм деп жазсаңыздар, сіздерге алғашқы депозитке 200 мың теңгеге дейін фрибет береді. Сәттілік, кіріп көріңіздер. Бірінші жаңалық, дәл қазір бүкіл футболда бәрі талқылап жатқан Барселонаның жағдайы. Дани Ольмо, Пау Виктор. Келісім шарт бар, клуб бар, футбол жоқ. Ойнай алмай жүр. 55 миллион да бар ғой. Енді шығын бар, футбол болмай тұр ғой. Жақында ақпарат шықты, қаңтардың басында Ла Лига мен Испания футбол федерациясы үшінші рет ресми түрде Дани Ольмо мен Пау Викторды тіркеуден бас тартты. Ла Лига бас тартып жатыр. Енді Лапортаның соңғы үміті Испания соты болып тұр. Сотына жүгініп жатыр қазір, Жалпы Барселона Испанияның клубы, Испанияда тіркелген. Енді компания ғой, былай акционерлік қоғам десек те болады. Соған ұқсас. Сол себепті, егер бірінші инстанция болып тұр ғой, бұл жерде Ла Лига. Екіншісі, яғни одан жоғары бұл жерде Испанияның өзінің соты болып тұр. Испанияның сотының шешімі соңғы болады. Бұл жерде, Ла Лига енді бұл жерде не үшін бас тартып отыр? Ресми мәлімдеме 130-да 2-ші және 141-де 5-ші ережелер бойынша бір футболшыны бір маусымда өзі ойнаған клубқа екінші рет тіркеуге болмайтыны жазылған. Яғни Ольмо мен Пау Викторды 2 рет тіркеуге болмайды дейді бір командаға. Және жаңағы басында әу баста проблема неден шықты? Қаржылық жалақы. Жаңағы шектеуі бар ғой. Содан асып кетіп тұрды, Бірақ жаңа Камп Наудың VIP орындарын сатты. Менің ақпаратым бойынша дегенде қалай? Бір жерін оқыдым енді. Инсайдер сияқты айттым ғой, менің ақпаратым бойынша деп. Бір жерін оқыдым. Дубайдан ба арабтық инвесторлар келді, Олар сатып алды VIP орындарды. Ақша түсіп қойған. Аванспен төлеген ғой енді ақша. Әлі стадион дайын емес. Бірақ енді жақсы қолдау ғой негізі. Бірақ ақша дайын тұр. Енді жаңа мәселе шығып жатыр ғой. Қайтып тіркеуге болмайды деген. Қайтып тіркеуге болмайды, сол 31 желтоқсанға дейін Лапортаға, жалпы Барселона басшылығына уақыт берді. Сол уақытқа дейін үлгеріп қалыңдар деген ескертулер болды. Дегенмен соңына дейін созып, кешіктіріліп, қазір ғана ақша тауып тұр. Енді ережеге сай, яғни Барселона шығын мен кіріс бірдей болып тұр қазір. Бұрын шығын көбірек еді ғой. Сол себепті де жалақының лимиті аз еді. Қазір енді Ла Лига үзілді-кесілді қарсы болып отыр. 3-ші ма, қаншасыншы қайта болды, тіркеуге болмайды деген сияқты уәждемелер жіберіп жатыр. Енді қазіргі соңғы үміт сол жаңа Испания соты. Испания соты Ла Лигадан жоғары. Сол себепті Испания соты Барселонаның пайдасына шешім шығарса, яғни Дани Ольмоны тіркеуге болады десе, Ла Лига оларға ешнәрсе деп айта алмайды. Және Ла Лига соның арқасында басқа Испания клубтар бар ғой, солардың қысымнан да шыға алады. Өйткені Испания соты солай шешті, біз ақпыз дейді ғой, мына қағаз жүзінде сот не айтады? Соттың қандай шешім шығады, соған біз соны қабылдауға міндеттіміз. Сол себепті Испания сотына әңгіме айтыңыздар деп. Ла Лигада аман қалуы мүмкін. Кейбір жанкүйерлердің қазір түсінбей қалатын жайы бар. Дани Ольмо басында ойнады, неге енді ойнай алмай қалып жатыр деген. Соны басынан бастап түсіндіріп берейік. Жазда осы тіркеу мәселесі болды. Сол кезде желтоқсанға дейін ойнауға рұқсат берілді ғой сонда, Берілді, өйткені Кристенсен жарақат алып қалды. Ол тізімнен шығарылды осында,
Кристенсен жарақат алып қалды, және сол жарақаты сол қаңтар айына дейін болады дегендей медициналық экспертизалар бар ғой. Иә. Анализдерін көрсетті. Кристенсен кемінде сол қаңтарға дейін болмайды. Сол себепті оның орнына осы Дани Ольман тіркеуге болады деген шешім шықты. Яғни ол регламентте қарастырылған. Жарақат алған футболшының орнына басқа бір футболшыны тіркеуге болады деген. Ал енді мынандай сұрақ. Дани Ольманы сол заявкада қалдыра беріп, Кристенсенді шығартпастай салуға болмай ма? Болмайды. Өйткені ол жарақат алғанның орнына уақытша келіп отыр. Яғни 31 желтоқсанға дейін рұқсат берді. Яғни регламентте сондай қарастырылған. Егер жарақат алып қалса, оның орнында басқа бір футболшыны декреттегі әйелдер сияқты ғой. Ережеден тыс. Декретке кетіп қалады, бірақ орын сақталып тұрады ғой. Сол сияқты Кристенсеннің орны сақталып тұрды, ол жарақатынан айықты. Енді сол өзінің орнына оралу керек қой. Дани Ольмо мен Пол Виктор жарыстап қоя алмайсыз оларды. Ондай жоқ. Бірақ Дани Ольмо мен Пол Виктор Сауд Арабиясына аттанып кетті. Испания суперкубогының матчы күтіп тұр, жартылай финал Атлетикке қарсы. Бірақ енді ойнай қоймайтын сияқты ол жақта, иә. Тер Штегеннен басқасының бәрі кетті ғой негізі. Біріккен Араб Әмірліктеріне. Бірақ енді Сауд Арабиясына. Біреулер айтады да, Лапорта тым болмаса финалға дейін үлгереміз деп отыр деп. Финалда шығарып қаламыз деп. Сол себепті де деп түсіндіріп жатыр. Не үшін Ольманы апарып жатсыңдар деген сұрақ болады бәрібір де. Біз сол жартылай финал кемі финалға дейін үлгеріп қалуымыз мүмкін. Сол себепті де ертерек алдын ала қамданып апара жатыр. Бұл тіркеліп қалса финалға шыққалар деген ниет бар ғой. Сол, бұл жерде енді кейін барып айтпақшы анау Берналь да кетіп бара жатыр ғой. Берналь, Кристенсен, Берналь жарақаты бар. Ол осы маусым соңына дейін Барселона командасында ойнай алмайды. Кресттен кетті ғой жалпы. Жай ғана сол қыдырып қолдау ретінде ме? Қолдау емес енді. Клуб қазір мысалға барынша үнемдеп жатқан кезде ол артық не емес па? Жоқ, ол шығын дегенде мүмкін өз ақшасына баратқан шығар. Кім біледі? Ол да мүмкін, өйткені жай ғана оны тіркеп спискаға қосып қойды, командамен бірге жүрсін деп. Кубок көтерген кезде де мүмкін сол атмосферада сезініп. Егер кубок көтерсе дейікші енді, атмосфера шығып стадионға шығатын шығар. Бәрібір де енді ота жасалып қойды. Ота бірақ қазір әшейін жүрді, жүгіруге болмайды. Енді білесіздер, пышақ тигеннен кейін кемінде 2-3 ай ауыр көтермеу керек деген сияқты шектеулер бар ғой. Жүгірмеу керек, жай бірақ жүріп. Енді қыдырып жүрсе болады ғой. Көп болса кубок көтеруге болатын шығар оған. Көп болса 5 килограмм шығар кубогы. Жақында Лапорта, Деку және Флик үшеуі кездесіпті. Испаниялық басылымдардың ақпараты бойынша құрамда қалай күшейтеміз дейді да. Құрамда қалай күшейтеміз деген қысқы трансфер кезеңі басталды. Флик орталық шабуылшы сұрап отыр дейді. Егер осы қыста тауып бермесеңдер, мен кетіп қалуға да дайын отырмын дейді. Оның дерек көздерді міндетті түрде шығарам. Дерек көздер енді сондай бір ақпарат шықты. Нашарлау дерек көздер сияқты мен ойымша ол. Мүмкін. Флик енді кете қоймас деп ойлаймын, бірақ расымен Барселонаға орталық шабуылшы керек сияқты ғой, иә. Бірақ қазір Левандовский бар ғой. Левандовский бар. Левандовскийдің подменасы отыратын жалпы орталық шабуылшы емес, сол қапталдағы вингерді іздеп жатыр деген ақпарат тұрады. Оны да оқыдым. Рафиня қазір бірінші кезекте керемет бабында емес, оны ауыстыратын Рафинияның позициясы да сол қапталда емес деген сияқты ғой негізі. Сол қапталда Решфорд туралы әңгіме болып жатыр. Әңгіме болды, бірақ оны сену қиын. Жалпы қыста Дани Ольман тіркеп алсыншы деген әңгіме да бұл жерде. Қыста футбол салу проблема не емес па қазір? Өзекті мәселе емес па? Бірінші Дани Ольмо ғой негізі. Футболшыны алмайтын да сияқты, бұл жай ғана әңгіме. Жалпы клуб Декудың жұмысы сол ғой, әркімге барып спорт жалпы әңгімелесіп, келіссөз жүргізіп деген сияқты. Барселонаға қалай қарайсың, көзқарасың қандай, қалай көңіл күйің қалай деген сияқты сұрайды ғой. Контакт қойып құрады. Сосын инсайдерлер не істей бола ма? Номерін, телефон жазып алады, WhatsApp сообщение туған күнімен құттықтап тұрады деген сияқты. Егер керек болып қалса, мүмкін Джон Дуранмен де сондай болған екен, Астон Вилланың. Иә, ондай да ақпарат шығып жатыр. Қосалқы құрамдағы ойыншысы ғой енді. Қазір енді Оли Өткіністен бәсекені жеңіп алды. Сондай да шықты, бірақ ол кезде жай ғана танысу үшін ғана, танысу мақсатында. Енді бұл жерде жазғы трансферге сәл дайындықта деп қарасақ болады, дайындық ретінде. Жазда да бәрібір Барселонаға құрамды күшейту керек. Барселонада жаңа трансферлер болатыны енді күмән жоқ деп ойлаймын. Сол себепті соған да бір почва дейді. Тамаша, енді өзің қалай ойлайсың, Дани Ольмоны тіркеп үлгере ме? Негізі жанкүйерлік сенімің қандай? Мен ойымша тіркеп үлгереді. Менің қалай да болсын. Қаңтардың соңына дейін ба? Иә. Қалай деп нақты айта алмаймын қазір. VIP орындардың ақшасы келді,
бір-екі трансфер болады, немесе бір футболшы айлығын қысқартады. Сондай сияқты енді нақты қалай екенін білмеймін, бірақ әйтеуір бір мишак табылады дейсің бір ғой. нәрсе ойлап табылатын секілді. Әйтпесе анау қазір Лапортаны отставкаға жіберу керек деген бас көтеріп жатыр ғой бұрынғы президенттер. Бірақ Дани Ольмо тіркелмей қалса, бұл жерде 100% отставкаға кетіру керек. Лапортаны. Иә, өйткені бұл масқара. Бірінші кезекте клуб басшылығының масқарасы ғой енді, қателігі. Пау Виктор тіркеле алмай қалсаң, мейлі енді ол жалпы Барселона түлегі, оны сен басқа клубтан 55 миллион сатып алып келген жоқсың, өз сол жерде академияның бір командаларында ойнай береді. Барселона негізгі құрамында болмаса да, бір Барселона Б деген клубтар бар ғой, сол жерде өзін ойнап жүре береді. Ал бұл жерде 55 миллионға сен Дани Ольмоны сатып алып келіп, оны тіркей алмау деген масқара, сұмдық, ұят. Дани Ольмоны бірден ақшасын бермеген ғой еще, иә? Ольмо кетіп қалған жағдайда Лейпцигке жаңағы Жоқ, Лейпцигке ақша төленген. Төленген ғой. Лейпцигке ақша төлене береді. Амортизация дейді ғой, қазір Челсида, басқа да клубтар сол келісімшартқа қарап, сол ақшаны бөліп төлейді. Мысалы, Дани Ольмомен келісімшартты 6 жылға жасаса, сол 55 миллионды 6 жылға, сол 7,5 миллионнан деген сияқты бөліп төлей береді. Рассрочкамен. Сол шығындар әр жылға сөйтіп есептеле береді. Ольмо кетіп қалса да төлеп отыруға міндетті. Биыл мысалы Дани Ольмоны сатып алғаным үшін біз 7,5 миллион құрттық деп жазып тұрады, 55 миллион емес. Бірақ сен бәрі 55 миллион төлеуге міндеттісің. Сенде ондай келісімшарт жасалынып қойған. Дани Ольмоның өзі бұл жерде оптимистік көзқараста, Лапортаға сеніп отыр. Басшылық жалпы Барселонада қалам, мен жаңа клубтар іздемеймін деп уәде берді. Енді сол Дани Ольмоның да маңыздысы ол енді клуб басшылығына сеніп отыр ғой, енді сол сенімді ақтау керек. Сәттілік енді негізі әрине қарапайым жанкүйерге де Ольмоның ойнаған тамаша ғой. Футболсыз қалып қойған енді меніңше Реалдың жанкүйерлері де ойламайтын сияқты. Басты мәселе басқа клубтарда болып тұр ғой. Реал Мадрид, Атлетик, Осасуна сияқты неше түрлі клубтар бар ғой. Оларға мысалы 20 клуб болса, 20 клубтың барлығына өзінің лимиті бар. Жалақының лимиті бар. Әр клубқа әртүрлі, табысына байланысты. Егер табысың көп болса, шығындарың аз болса, саған көбірек лимит қояды. 700 миллион, 800 миллион, Барселонада 300 миллион, басқа Атлетикода 400 миллион, 500 миллион. Жалпы әр клубтың өзінің сандары бар, нақты белгіленген. Барселонада бұрынғы қарыздары бар, жалпы кезінде коронавирус кезінде ковид болды, сол кезде кейінге шегерілген айлықтар бар, соны да төлеп жатыр Де Жонгқа мысалы ше. Фатидің айлығы бар. Мен ойымша жоқ. Қазір шығын ретінде ол қарастырып жатқан жоқ. Мысалы Пике сияқты футболшылар жалпы кешірді. Жалпы маған керек емес, сол 5-6 миллион өзім ақша табамын деген сияқты. Кейбір футболшылар сол бас тартты, кейбіреулер кейінірек алады. Бірақ енді Де Жонг футболшы қазір ойнап жүр ғой. Сол себепті де оған төленіп жатыр. Сол шығын ретінде қарастырылады. Түсінікті. Сол басқа клубтар өте бұл жаңалықты, мән-жайды қарастырып жатыр. Не болады екен? Оларға да қызық болып отыр ғой енді. Қызық емес, енді өте маңызды болып тұр ғой. Егер Ла Лига беріліп қойса, Барселонаның сөзі сөйлеп кетсе, олар да айтады ғой. Біз де сөйтеміз деп па? Оны жазалау керек Барселона, Дани Ольмоны тіркемеу керек деген сияқты өздерінің наразылығын білдіреді. Мен де соны оқыдым. Желтоқсанның аяқ жағында шықты ғой. Испан клубтары Ольмоны тіркеуге қарсы шығып жатыр. Егер тіркейтін болса, онда осы маусымда ойнауға, тіпті осы маусымда жаңағы жарамсыз, нәтижелерін жарамсыз деп санаңдар деген секілді пікірлер айтқан. Бірақ Испания сотының бірінші инстанциясы сол Барселонаның бар үміт суда ма? Жоқ, Барселонаға олар отказ берді. Яғни тіркемейміз деп, Ла Лиганың шешімі дұрыс деген бірінші сот шешім шығарды. Сондай. Қазір енді екінші инстанцияда уәждеме қалай болатыны түсініксіз. Енді қазір апелляция беріліп жатыр ғой. Қаңтардың соңына дейін жалғасатын сияқты меніңше. Созылып, бірақ бәрібір бір тіркейтін амалын табады деп ойлаймын. Тіркейтін амалын табатын сияқты, бәріне жағатын. Бірақ Ла Лига болды. Ла Лигадан ешқандай қайыр жоқ па? Дәл қазір енді бүкіл әлем демесек те, біздің орталық Азия прям шулатып жіберген бір ақпарат бар. Фабрицио Романо жазған кезде бәріміз бүйтіп елең ете қалдық қой. Реал Мадрид пен Манчестер Сити, Ньюкасл секілді командалар өзбекстандық қорғаушыға қызығушылық танытып жатыр. Фабрицио хабарлады, Манчестер Сити жайында хабарлады. Өзбекстан ұлттық құрамасымен қазір франциялық Ланста ойнайтын Абдукадир Хусановты қатарына қосқысы келіп отыр. Және бұл тізімге Реал мен Ньюкасл да қосылды. PSG бар ғой бастысы. PSG да бар, иә?
ПСЖ бар. Қазір мысалы испан клубы мен футболшының өкілдері арасында алғашқы келіссөз өткен, және Манчестер Сити мен Ньюкаслдың өкілдері Хусановтың әкесі Хикматжон Хашимовпен кездесу өткізді деген ақпарат шығып жатыр. Бұл енді шетелдік ағылшын испан басылымдарының ақпараты. Хусанов жас қорғаушы, мен шынымды айтсам Ланстың ойындарын көп көрмеймін, ашығын айтайын, бірақ осы қарашада қазанда мен Өзбекстан құрамасының матчтарында комментатор болдым. Сол жақта Хусановтың ойындарын көрдім, жүргіздім. Сұмдық қой негізі ойыны. Ойлашы, өзбекстандық қорғаушыға Манчестер Сити мен Реал қызығушылық танытып жатыр. Фабрицио Романо твиттерінде жазып жатыр. Ертең here we go деп шығып тұрса, кәдімгідей енді былай шыққанда біздің ағайындар ғой, ағайындардың ойыншысы таңғалдырып жатыр. Иә, жалпы Хусанов былтырғы маусымда осы Лансқа келіп қосылды. Сөйтіп қазір осы маусымда бір айналым бойы негіз құрам футболшы атанды. Яғни өзін дәлелдеді десек болады. Ланс клубында мысалы Франция чемпионаты топ-5 лигаға кіреді. Мықты-мықты қарсыластарға қарсы өнерін көрсетті, дәлелдеді. Жалпы хайлайттарын да көреміз кем дегенде ше. Енді сенімді ойын көрсетті. Және трансфер құны болып тұрған сияқты бұл жақта басты мәселе. Мысалы топ клубтар қанша 40 миллион сұрап жатыр ма Ланс? Қымбатқа сататын сөзсіз ғой. Жалпы сондай ақшаға тұрарлық па деген сияқты қазір басқа клубтарда, топ клубтарда ойландырып жатыр. Әйтпесе, әрине бір 10-15 миллион деген құны болса, қазір-ақ Сити сияқты командалар өзінің қатарына қосып алады. 20-25 миллионға әдейі алып кетуге болатын сияқты оны. 40 миллион деп қатты шошытпай топ клубтарда. Бірақ мен ойымша осы қаңтарда Хусановқа және Лансқа да осы трансфер болғанын қалайтын сияқты. Өйткені бәрібірде жарты маусым өткізді. Дегенмен де осы сұраныс кезінде қазір әлемдік топ футболда орталық қорғаушылардың дефициті енді өршіп тұр. Кез келген командаға орталық қорғаушылар керек. Мысалы Ювентус сияқты бәріне керек қой қазір. Жарақат алып жатыр. Бәріне керек болып жатыр. Сол себепті осындай сұранысқа ие кезінде қаңтар айында сатып жіберген дұрыс деп ойлаймын. Мысалы бәрібірде жас футболшы тұрақсыз ойын болып қалуы мүмкін. Екінші айналымда сәтсіз өнер көрсетсе, бірден құны азайып, Ланс та одан ақша таппайды, Хусанов та топ клубқа ауысып үлгермейді. Сол себепті осы қаңтарда мен ойымша Хусанов кететін секілді. Меніңше де Лансқа оның үстіне андай бір үлкен трофейге таласып жатқан команда емес қой, олар маусым соңына дейін ойнатамыз дейтіндей ше. Олардың басты мақсаты ақша табу ғой. Иә, ұсыныс келді ме, жақсы ұсыныс түссе, алып кету қажет, сатып жіберу қажет. Меніңше дәл осы қыста дұрыс айтасың, Хусановты міндетті түрде сатып жіберу керек. Жас ойыншы дәл қазір хайпта тұр. Оның үстіне жаңа Фабрицио хабарлағаннан кейін уже басқа клубтарда бүйтіп ойлана бастайды ғой. Ланста бұл жерде пайдаланып қалуға тырысып жатыр. Мықты енді жылдамдығы, мен енді хайлайттардан көрдім. Жылдамдығы, анау дөрекі ойыны, сенімді, салқынғанды өте керемет ойнап жүр. Анау темірді қызған шағында соғып жіберу керек та. Осы қаңтарда сатып жіберу керек. Жалпы Ланс пен Хусановты келісім шарты 2027 жылға дейін жасалынған. Және Хусанов туралы мен осы Ордабасының бұрынғы директоры Ұлықбек Асанбаев бар ғой. Иә. Содан естік, жалпы Хусанов Ұлықбек Асанбаевтың клиенті, иә. Ұлықбек Асанбаев агент. Жалпы сол Шери Каринал деген YouTube арнаға берген подкастында сол Хусанов туралы сол кезде естідім. Бір-біріне байланысы бар екен, жұмыс істейтін бірге. Және Ұлықбек Асанбаев та біраз мақтады. Енді өте кәсіпқой, профессионал, дисциплинасы, жалпы тәртібі мықты, артық іс-әрекет жоқ, кайфушаға жоқ, тек қана футбол, ойын бәрі футбол. Сол себепті мен осы Хусанов жақсы көрем, керемет футболшы деп те айтқан. Міне ол жерде трансфер маркет сайтына кірсек те, мында футбол групп LLC деген агенттік компания бар, агентство бар. Олар өзбекстандық футболшыларды жан-жаққа таратады. Өзбекстандық футболшы Ұлықбек Асанбаевтың, Яқшыбоев Ордабасыда өнер көрсеткен, Жақбоз Умаров сияқты футболшылары сол неде Өзбекстан футболының жұлдыздары сол компаниямен жұмыс істейді. Агенттікпен бірге жұмыс істейді. Келісімшарттар бар. Өзің қалай ойлайсың, Хусановқа қазір қайда ауысқан дұрыс? Жас футболшы. Манчестер Ситиге де орталық қорғаушы керек, Реал Мадридке де орталық қорғаушы керек. Ньюкаслға да керек, ПСЖ-ға да керек қой негізі. Бұл жерде ПСЖ-ға мүмкін қосалқы құрамдағы ойнауы мүмкін. Дегенмен
Рубен Диаш сияқты, Стоун сияқты қайта бабына келіп, негізгі құрамға оралса, мысалы Рубен Диаштың өзі жарақатын айтты ғой жаңа ғана, жақында ғана. Сол себепті оны максимум қосалқы құрамда көреміз. Енді шыны керек, 19 жастағы футболшыға ағылшын премьер лигасында бірден орталық қорғаушы позициясына шығара салу үлкен қауіп. Хусановтың өзіне де ол нашар әсер етуі мүмкін, өйткені адаптация мәселесі бар, және орталық қорғаушы деген білеміз, аса маңызды позиция. Бір рет қателессең болды, ар жақта хейттің астында қалып, жалпы сенім тренд дәлелдей алады ғой соны. Сенім жоқ болып кетуі мүмкін. Тренд енді дәлелдеп қойған футболшымен салыстыруға келмейді. Тренд бір бойында қателессе де екіншісіне сенім білдіреді ғой. Ал бұл жерде бір рет шығарып көреді, тексеріп. Сол кезде қателессең, болды ары қарай. Қазір енді сол абыройы бар трендтің өзін ойбай Реалға кете бер керек емессің деп жатыр ғой. Ал енді Хусанов солай қателессе, жеп тастайды ғой негізі Англия футболында. Бұл топ клубтар болашаққа жұмыс істеп жатыр да. Қазір 19 жастағы футболшыны әкеліп қойып, бірден негізгі құрамға шығарамыз, біздің ойынымызды күшейтеді, немесе жалпы ротацияға жақсы деп алайын деп жатқан жоқ. Бізде болсын, мүмкін бір-екі жалға беріп жібереді. Манчестер Ситиден Сити групп деген бар, Жирона мысалы ше. Сондай сияқты бір өзінің командасына жалға жібере салады, және 1-2 жылда мүмкін пісіп қайтып шығатын шығар. Мен де солай ойлаймын, ең дұрысы сол топ клубқа келіскенде де, ауысатын кезде де сол жалға беру жағын сөйлесу керек сияқты, әйтпесе отырып қалады бекер ше. Жалпы топ клубтардың бәрі сондай, қазір 2-3 жылға жалға береді. Мысалы Арсеналда да орталық қорғаушылар кезінде Францияда жалда болып, мысалы Салиба енді Сент-Этьеннен 2019 жылы 30 миллионға Арсеналға ауысты. Арсенал оны бірден Сент-Этьенге қайтып жалға берді. Сөйтіп келесі маусымда Ниццада ойнады, сосын Марсельде жалда өнер көрсетті. Сөйтіп, мысалға 3 клубтан кейін қайтып Арсеналға пісіп, негізгі құрам футболшы атанды. Бірақ кезінде Сент-Этьеннен Арсенал 30 миллионға 2019 жылы, яғни 18 жастағы баланы 30 миллионға сатып алған. Тура сондай сияқты нұсқа болуы мүмкін. Сатып алады, мысалы 30-40 миллионға қайтып сол Лансқа маусым соңына дейін береді. Енді Лансқа да жақсы ғой, өйткені бәрібір де Еврокубок көрді, және сол қорғаушыны пайдалана береді. Еврокубокке қатысу деген бәрібір де мақсаты бар, задачасы бар команда, әшейін жүрген клуб емес. Сол себепті бірден Лансқа қайтып береді. Жарты жылға келесі маусымда енді прогрессіне байланысты негізгі құрамда болса негізгі команда, болмаса тағы да 1-2 маусымға жалда өнер көрсетіп жүріп қайтып келеді. Яғни бұл жерде басты мақсат топ клубтарда былай. Қазір 30-40 миллионға, мен шыны керек, қазір онда көп ақша болмай қалды ғой. Сатып алған дұрыс, чем 2 жылдан кейін 70-80 миллионға, тіпті 70-80 миллионнан асып кетуі мүмкін. Сонымен қоса, сол кезде топ дайын футболшыға бәсеке де артады. Мысалы, Барселона қатысып кетуі мүмкін сол бәсекеге. Реал Мадрид Хусановты бізге берді десе, енді ол кезде келген футболшының да айлығы көп болады. Келген футболшының айлығы көп болады. Сол себепті бізге жазып алайық енді деген сияқты. Сөйтейік онда. Көрсе, осы қаңтарда сатып алсын. Сити ма, Реал ма? Реалдың енді қаңтарда трансферге қосылуы қиындау. Бірақ Сити ең дұрыс шешім сияқты. Себебі олардың жалға беру практикасы бар. Жалға береді. 2-3 маусымнан кейін, 1-2 маусымнан кейін Манчестер Ситиде өзбек футболшысын көруіміз мүмкін. Стоун сияқты футболшылар да қартайып жатыр ғой. Қазір біраз қартайып жатыр, сондықтан ең дұрыс шешім сияқты. Дәл қазір осы 2025 жылы футболдағы ең бақытты адам кім деп ойлайсың? Мен былай ойлап отырмын да, Миланға Сержио Консейсау келді. Тура жаңа жылдың алдында жұмыссыз жатқан адам ғой. 31 желтоқсанда не істесем екен деп. Миланнан ұсыныс келді, Миланға келді, екінші матчында трофей алды. Қараш, 30 желтоқсанда Сержио Консейсау Миланның бас бапкері атанды. 3 қаңтар дебютін өткізді. Италия суперкубогының жартылай финалында Ювентусқа қарсы камбэк жасап, 0-1 жеңіліп жатты да 2 гол соғып кетті. 6 қаңтар екінші матчы Италия суперкубогының финалында Интерге қарсы тағы да камбэк. Одан да күшті камбэк. 0-2-ден 3-2 өтті да өзінің екінші матчында трофей жеңіп отыр. Сөйтіп Миланның тарихында 1930 жылдан бері ең жылдам трофей жеңіп алған бапкер болды. 90 жылда. Енді 2 матч қой. 2 матч, енді дер кезінде келіп тұр. 30 жыл суперкубок жеңген сияқты біреу. Солай сияқты енді басқаша. Немесе мамырдың соңында келген шығар. Жоқ, суперкубок жеңді мен ойымша. Өйткені маусым басында еді. Бірақ ол кезде суперкубок жоқ еді айтпақшы. 30 жылдар. Онда маусым соңында. Маусым соңында бір кубокты ұтып кетті ма, кім біледі енді ол кезде. Ертемеді енді мына жерде ойлашы.
Милан қазір біраз дағдарыста жүрген команда ғой. Біраз дағдарыста жүрген. Оның келе салып 2 матчта ұтып алу негізі оңай сияқты көрінеді. 2-ақ матч қой өзі болып тұрған. Бірақ енді қарсыластарын айтсай сен. Ювентус, Иә. Интер қазір Италияда бәрін енді шетінен айырып келе жатыр ғой. Есік бар ғой, мем. Есіктерді ашып анау шетінен өлтіріп келе жатыр. Гол өткізбей жеңіп жатыр ғой. Гол өткізбей жеңіп келе жатыр. Солардан 0-2 жеңіліп жатып, 3-2 камбэк. Иә. Дәл қазір осы 2025-тің қаһарманы болып тұрған сияқты Сержио Консейсау. Ең бір бақытты адамы ше, ойлашы. 6 күн бұрын сен жұмыссыз жаттың. 6 күн темекі шегіп тұрып не істегенін көрдің ба? Киім ауыстыру бөлмесінде ма? Иә, өзінің анау сигарасын. Стиль ғой. Карло Анчелотти сияқты. Темекімен әдемі, иә? Әдемі. Енді тойлап жатыр, ол керемет. Бірақ енді чемпионатта қалай болатынын қызық болып тұр. Енді бұл суперкубок әрине оң әсер етеді. Психологиялық тұрғыда ше. Міндетті түрде. Сөйтіп енді чемпионатта біраз енді Милан жағдайы нашарлап қалды негізі. 8-ші орында келе жатыр ғой қазір. Бұрын енді чемпиондыққа таласатын команда еді. Қазір Чемпиондар лигасының өзіне қатысудың өзі бір ғанибет болып тұр. Қазір 3 команда бар ғой Италияда. Мықты. Аталанта, Наполи, Интер. 4-шісі болып осы Милан болып қалуы мүмкін, ықтимал. Бірақ Ювентус та бар, Ювентус. Оған да сену қиын. Иә, Ювентуспен талас өте қиын болып тұр. Енді Италияда биыл бәсеке өте жоғары. Иә, анау Фиорентиналарды мысалға айтпай отырмыз ғой. Фиорентинаның өзі деген мықты келе жатыр ғой қазір. Сондықтан бір 7-8 команда бар ғой негізі. Бірақ енді анау 3-ке жете алмайды ау, топ 3-ке жете алмайды. 4-ші орынға талас болса талас болады, болмаса енді келесі маусым деп отырады ғой. Бірақ енді Портуда болды ғой бұл бапкер. Тәжірибесі мықты ғой негізі Консейсаудың. Кәдімгі ашық футбол, оның үстіне Ляуға бәлкім оң әсер етіп қалар. Отандасы, тағы бір отандасы келіп жатыр ғой. Фонсека болды ғой оның алдында да. Бұл португалиялықтың жолы болмаған. Екінші португалиялық келді де керемет нәтиже көрсетіп берді. Тамаша. Мен осы шығарылымға дайындалып жатқан кезде әртүрлі ақпараттарды оқып жатырмын. Сол бір күшті ақпарат тауып алдым. Көңілді. Криштиану Роналдуға молдавалық команда ұсыныс жасаған. Тамаша. Кәдімгі ресми ұсыныс прикинь. Андай бір әлеуметтік желіде емес, өзінің ресми сайтында. Әл-Насырға жазған ба? Өзінің ресми сайтында Роналдуға үндеу жасаған ғой. Былай дейді, қараш. Бұл Молдованың жоғары дивизионында ойнайтын Дачия Бьюкан деген команда. Кәдімгі өзінің ресми сайтында Роналдуға үндеу жасап, ұсыныс жасаған. Криштиану Роналду Әл-Насырмен келісім шартын ұзартқан жоқ, және қыста еркін агент атана алады. Роналдудың карьерасы үшін біз Дачия Бьюкан клубы ең дұрыс шешім деп санаймыз дейді. Оның себебі жаңа түске үйренудің қажеті жоқ. Себебі оларда сары көк түсті жидеде ойнайды екен да, Әл-Насыр сияқты. Сөйтіп біздің жидемізбен ойнайсың, карьераңды аяқтаған соң клуб әкімшілігінен жұмыс тауып береміз дейді. Анау Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед секілді. Как раз Роналду жұмыс таппай жүреді, жақсы болмай. Жұмыссыз қалма деп уайымдап ше. Мансабымды аяқтағанда не істесем болады? Ақшасы қалып қойдым деп па? Жұмыссыз қалып қалмайын ба деп уайымдап жүреді, как раз жақсы болыпты. Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед секілді командаларды жаттықтырудың алдында біздің балалардың бапкері болып кетті деп отыр да. Енді бұл бір жағынан әзіл ғой, енді рофл ғой, бірақ әдемі пиар акция ғой. Мысалы мен бүгінге дейін Дачия Бьюкан деген команданы мүлдем естімеппін. Дәл қазір мысалға олардың жидесі қандай екенін білем. Кем дегенде. Және осындай команда бар екенін білем. Роналдуға сөйтіп әзіл пиар компания ретінде ұсыныс жасаған. Қызық сияқты. Роналдудың фанаттары кем дегенде оқиды. Мынау не команда? Дачия Бьюкан деген. Сөйтсек енді ол Молдовадағы шериф емес, бір қарапайым команда ғой. Иә. Әдемі акция да Роналдуға ұсыныс жасау. Біреу істеді енді болды енді. Осымен қою керек деп ойлаймын. Мессидің келісім шарты желтоқсанда аяқталады ғой. Ақтөбеге ма, Ордабасыға ма ұры жіберу керек қой сөйтіп. Кәдімгі хат жазу керек қой. Әр клубтың өзінің поштасы болады. Иә. Хат жазып жіберу керек, ресми типа ше. Иә. Печатпен. Келісе қоймайды ғой, зато біз Мессиді шақырғанбыз деп жүреді кейін. Күшті, маған өзіме ұнады, андай батыл шешім ғой негізі. Әзіл болса да, Роналдуға өзінің ресми сайтында. Мен енді оны күлкіге алу деп ойлаймын. Жоқ, күлкіге қалудан қорықпай, иә. Бәрі бүйтіп жымиып күліп қалған сияқты болды. Көп болса Google-дан Дачия Бьюкан деген команданы іздеп көрді, болды. Сонымен Роналдудың да бір көзіне түсіп қалған шығар бәлкім. Бәлки. Және тағы бір жаңалық, бір өзіміздің отандық футболға тоқталып кету керек деп ойлаймын. Себебі қазір өзекті енді Қазақстан премьер-лигасы үзіліске кетті. Өзекті мәселе не ол? Өзекті мәселе Станислав Черчесовтың болашағы. Ресейлік Спорт Экспресс басылымы ақпарат таратты. Черчесов таяуда Қазақстанға жұмыс барысымен барады. Енді бұл негізі Ресейде тұрады ғой. Қазақстанға жұмыс барысымен барады және Қазақстан футбол федерациясының жаңа президенті Марат Омаровпен кездеседі. Сол жақта оның болашағы шешілуі мүмкін.
Желтоқсанның соңында әріптесіміз Ермұхамед Мәулен ақпарат таратты ғой. Черчесов кетеді, орнына қазір бірнеше кандидат бар деп. Оның кейін бірақ Қазақстан футбол федерациясының өзі жоққа шығарып тастады. Черчесовпен әлі келісімшарт жарамды деген секілді. Енді менің өзімнің ойым, Черчесов пен Омаров кездесіп жатса, бір мәмілеге келіп Станиславты сол жерден қайтып Ресейдің бір қайтара салу керек шығар. Ресейге. Қазір Ресей премьер-лигасында қызғаншақ қой. Иә. Бір клубтың бапкері болып кетсе де. Иә, бір бапкер ол жақта қарау керек енді. Шынымды айтсам, Ресей премьер-лигасын қарамайды екенмін. Ахмат пен Зениттің нәтижесін бір қарап қоямын. Самородов шықты ма екен, Әліп шықты ма екен деп әйтпесе. Бір клубтар қазір енді бапкерші жүрген шығар. Сол жаққа бапкерші жүрмесе де енді шал кісі немере шебересінің қасында болған дұрыс қой негізі. Басына ауырды, онсыз да түсетін шашы түсіп қалған. Қазақстан құрамасымен енді ақша жетеді. Ақша жетеді ғой енді, иә. Қазақстан құрамасы да тегін жібере қоймас, келісімшартты бұзған үшін қандай да бір төлемақы береді. Береді, иә. Сол төлемақысын беріп, рахмет. Марат Омаров табған шығар мүмкін. Иә, табуы керек қой. Букмекердің ақшасы бар дегендей. Иә, демеушілер тауып. Қазір енді анау антимонополияның бастығы ғой. Иә. Сол монополист біреуді сұрап мысалы ше. Иә. Бізге көмектесші бер, Черчесовты қайтарайық еліне деп. Демеуші бол деген сияқты. Бәлки иә. Қайтару керек секілді, және шетелден мамандар қарастырылып жатыр дейді Қазақстан құрамасының бапкерлік позициясына. Енді ашығын айтқанда қазір Қазақстаннан ешкім жоқ қой шақыра қоятын. Кім бар? Ресми қазақстандық білмеймін енді. Қазақстанда басқа ешкім қалмады ғой. Бірақ шетелде көп қой бапкер. Шетелде көп. Иә, жалпы сол 1 миллион евроға мықты бапкерлерді табу қиын емес деп ойлаймын. Қазір трансфер-маркетке кіріп жіберіп, бос жүрген бапкерлер дейсің, былай толып тұр. Жұмыссыз жүргендер тауып алып біреулерді шақыра салу керек. Бір евроға қатысқан кезінде тәжірибесі бар, иә. Біздің анау күреске толы футболымызға футбол қоя алатын, ойын қоя алатын бапкер керек қой негізі. Біздің философияны түсінетін, тактика қоя алатын. Магомед Адиев мысалы бос жүр. Бірақ мен мысалға Адиевтің орнында болсам қайтып келмес едім. Әдемі кетті да. Ұлттар лигасында жеңімпаз болды, іріктеуде таласты. Қазір біздің құрама өтпелі кезеңде ғой. Бірақ енді қартайып қалды біразы. Жастар енді шығып жатыр. Ортада андай бір өтпелі кезеңде Черчесов оны пайдалана алған жоқ. Жаңа футболшылар шығара алған жоқ. Адиев келсе біраз қиналып қалатын сияқты меніңше. Басты мәселе ақша ғой. Менің ойымша бұл жерде. Егер жақсы айлық төлесе, Адиев болсын, мен Адиевтің орнында болғанда жұмысқа қайтып орала алсам деймін. Енді бір маусым, бір цикл өткізесің. Әлем чемпионатын іріктеу кезеңін ровно 1 жыл болды как раз. Соны өткізіп болып қайтып. Меніңше сол Адиевті қайтып шақырған дұрыс сияқты. Себебі біріншіден бос жүр, екіншіден біздің футболшылар жақсы таниды, және жанкүйерлер жақсы көреді ғой оны. Иә. Өте жақсы көреді оның жанкүйерлер бар, журналистер бар дейді, бәрі жақсы көреді. Жай ғана нәтижесі емес, футболшылармен, жанкүйерлермен сөйлесуі, құрамадағы атмосфера, оның бәрі әдемі болды ғой сол кездері. Одан кейін бір кісі келді де бәрін бүлдіріп кетті, ұрысып, қырылысып, төбелесіп журналистермен. Сондықтан мен ойлаймын енді мүмкіндік болып жатса, Адиевке ұсыныс жасап, келіп кетпейсің ба деген сияқты. Бүгінгі бес жаңалық осындай болды. Келгеніңе рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Келіп түсіндіріп беріп, енді мен сені бірінші кезекте досым ғой Дани Ольмоны түсіндіріп береді деп шақырдым, себебі Ольмоға қатысты ақпарат енді күнде шығып жатыр. Бұл видео шығып кетем дегенше енді тіркеп қоймаса болды оны. Бәрін быт-шыт қылып, видеоның жоспарын құртып. Егер соңына дейін қараған адамдарға тіркеледі деп айтып болжам жасап жатырмық қой біз. Иә, айтпақшы. Тіркелсе жақсы болар еді. Тіркелді деп ресми деп ұрып жібере салатын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Ұнаса, дәл осылай достарымыз бар, әріптестеріміз бар, блогерлер бар. Соларды шақырып, осы футболдағы жаңалықтарды міндетті түрде алдағы уақытта да талқылап отырамыз. 10 сұрақ бойынша, жігіттер, 10 сұрақ бойынша комментарий көп болып жатыр. Мен Дидар Есімов пен Әлімжан Тасболатұлы деген достарым шақырдым ғой. Айқай-шумен бітіп қалды соңға. 10 сұраққа келген кезде жаңа комментарийде адамдарда 3-ші рет келсін деп жатыр. 3-ші рет міндетті түрде оларды шақырамын. Мықты қиын сұрақтар дайындап қоямын. 10 сұрақ міндетті түрде болады. Алдағы уақытта, Бексұлтанды да алдағы уақытта көреміз міндетті түрде. Және тағы да жаңа айдарлар болады. Сондықтан YouTube арнамызға міндетті түрде жазылыңыздар, каналға лайк басыңыздар, және бүгінгі ақпараттар жайында өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер, маған қызық болып тұр. Черчесовке қатысты, Дани Ольмоға қатысты. Байтына комменті болды, негізі ше. Біреулер, ой, там
майшасын қоймай кілтті қасына Шығарып алып қойыпты қасына деп па? иә алып қойыпты қайта ұстап жатыр кілтін деп бір екеуі комментарий жазсын деп осындай Бексұлтан маған ютуберден осындай ход дейді ғой жалпы. Бексұлтан маған кем дегенде 10 комментарий осы менің көлігім туралы болады дейді. 10 комментарий есептеп көреміз санап. Иә. Сонымен болса видео соңында айтып жатырмық қой. Сондықтан Ё-моё деп біреулер уже жазып қойдым ғой деп. Көрмей жатып айтпай жатып деп. Айтпай жатып мен комментарий жазып қойын дегенде тағы қосымша 3-4 пікір болатын секілді. Бүгінге шығарылым осындай болды. Келгеніңе рахмет. Өзбекстандық көрермендер қарап жатса, Хусановқа қайда ауысқан дұрыс? Сіздер де өз пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.